Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қант қосылған, осындай өте дәмді булочкилер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз, үстіне дрожж және тұзды салатын боламыз. Одан кейін 2 ас қасық қант саламыз, немесе одан да көбірек сала берсеңіздер де болады. Жұмыртқа және сұйық майды құямыз, електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр иленгеннен кейін бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге көтергенше қалдырамыз. Қолымызды майлап, тағы да бір илеп жібереміз. Одан кейін осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен 12 бөлікке бөлдім. Одан кейін қолмен осылай бір илеп, содан кейін барып жаятын боламыз. Оқтаумен жаямыз, одан кейін бетіне сары майды ерітіп жағып, қант себеміз. Қантқа мен корицаны да қостым, оны қоспай қосаңыздар да болады. Осылай видеода көрсетілгендей орап, шетін кесеміз, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, барлығының бетіне жағып шығатын боламыз. Мінекей бізде қант қосылған булочкилеріміз дайын болды. Бетіне сахарная пудра сеуіп ұсынсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.